Ассалаумағалейкум достар, видео сценарий болып болды. Бүгін тағы да бір рет штанга гантель жасайтын боламыз. Гантель жасаймыз. Гантель жасау үшін бізге болгарка керек. Болгарка қолдану опасный. Сондықтан да достар, әкелеріңізге, ата-аналарыңызға, ағаларыңызға айтыңыздар. Мен қазір заттарды әкелемін. Осыны кесіп алатын боламыз. Осы ортасына кесеміз да маған қосуға тырысамыз, сосын көрерсіздер қалай болғанын. Апасына қазір сөйтіп келік. Достар, міне қараңыздар. Мынау не екен ғой? Мынау ортасы пустой екен ғой. Бәсе неге жеңілдеп қоямын. Сөйтсем мынау трубаға мынандай темірді қоссаған, сосын жеңіл екен. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Міне ортасы тесік екен, қуыс. Сондықтан достар, бұны біз қазір майыстырып кесіп аламыз. Себебі болгаркадан дауыс қатты болып кетті. Сосын араған жалға көреміз. Кішкене ауыр болады ғой. Мынаның ортасына тағы да бір заттар салу керек сияқты. Сондықтан да күтіңіздер. Міне осындай штанга пайда болды. Гантель. Қараңыздар. Сәл бұрынғыда қарағанда ауырлау болды. Мына жаққа қарай тағы да вес қосуға болады. Сонда жақсы шығады деген ойдамын. Сау болыңыздар. Келесі видео келіңше.